Баршаңызға сәлем қыздар, сіздермен бірге Қарлығаш. Бүгін өте дәмді пахлаваның рецептімен бөлісемін. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Тіркеліп алуды ұмытпаңыздар, рецепті описанияда қалдыратын боламын. Ал енді пахлаваның қамырын жасаймыз. Ол үшін 180 грамм сливочный маслоға 150 грамм ұн араластырып, барлығын қолымызбен бір келкетіп араластырып аламыз. Ұн мен май қолға жабыспайтындай араластырды. Енді бір шай қасық разрыхлитель қосамыз. Оның үстіне 4 жұмыртқаның ағын және қаймақ қосып, қамырмен жақсылап араластырамыз. Қамырды осылай біріктіріп, бетіне ұн сеуіп, салфанға салып, холодильникке 4 сағатқа қоямыз. Енді пахлаваның арасына салатын қоспасын дайындаймыз. 5 жұмыртқаның сарысын жақсылап венчикпен араластырып көпіртеміз. Жұмыртқа аппақ болып көпірді. Енді оған аз-аздан шекер қосып, тағы да біраз араластырамыз. Шекердің барлығын бірден салуға болмайды, аз-аздан араластыру керек. Әйтпесем жұмыртқаның көпіршігі басылып қалады. Мен 300 грамм мейіз, 300 грамм жаңғақ және бетіне ірі жаңғақтарын бөлек алып қойдым. Оны пахлаваның бетіне қоямыз. Енді жаңғақты пакетке салып, оқтаумен майдалап аламыз. Жаңғақты осылай майдалап аламыз. Енді мейізді майдалап ұсақтап турап аламыз. Бір мейізді 2-3-ке бөліп, барлығын майдалап турап дайындаймыз. Мейізді де жаңғақты да жақсылап майдалап алдық. Енді майдаланған мейізді жұмыртқаның бетіне қосып, асықпай жайлап араластырамыз. Оның үстіне жаңғақты қосып, оны да барлығын бір келкетіп араластырып аламыз. Міне, дайын болды, жақсылап араласты. Холодильникте 3-4 сағат тұрған қамырды шығарамыз. Оны 1-2 рет жақсылап елеп, 4 бөлікке бөліп аламыз. Домалақтап, 4-еуінде жаюға дайындаймыз. Енді 4 бөлікті қамырды жеке-жеке жайып аламыз. Қамыр жұмсап кетеді, сол үшін тез-тез ұн сеуіп жайып аламыз. Енді листке қағаз төсеп, оның бетіне май жағып, қамырымызды салып алдық. Қоспаны әр қамырдың арасына бөліп құямыз. Бір қоспаны 3 бөлікке бөліп аламыз. Қоспаны бір тегіс етіп, барлық жеріне жеткізіп жағамыз. Енді екінші қамырды да жайып, бағанағы дайындаған листімізге саламыз. Қамырды жабыстырып алмай, абайлап, бірінші қамырдың үстіне екінші қамырды осылай төсеп аламыз. Енді оның үстіне тағы да қоспаны жайып, бір тегіс етіп аламыз. Оның үстіне үшінші қамырды жайып, шеттерін туырлап, тегістеп шығамыз. Үшінші қамырдың үстіне қоспаның қалған бөлігінің барлығын қосып, бір тегістеп жағып шығамыз. Енді төртінші қамырды жайып, тегістеп, пахлавамыздың жоғарғы бетіне қойып, асықпай жайып аламыз. Шеттерінің барлығын жақсылап туырлап аламыз. Енді оның бетіне бір жұмыртқаның сарысын жағамыз. Не қалап жағып шықтық. Енді пахлаваның бетіне пышақпен қатты баспай сызып шығамыз. Ромбик тәрізді пішін жасап, пахлаваның бетін барлығын бір келкетіп сызып шығамыз. Енді бірінші алып қойған жаңғақтың ірі бөліктерін
пахлаваның бетіне әдемілеп қойып реттеп шығамыз. Міне осындай әдемі пахлаваны 180 градуста духовкаға салып қоямыз. Пахлава пісіп шыққанша 100 грамм қантқа 50 грамм су қосып, газге қосып қайнатып аламыз. Міне осылай пісіп шықты. Енді барлығын сызған сызық бойынша ромбик тәрізді етіп кесіп аламыз. Енді осының бетіне қайнатылған сиропымызды қасықпен әдемілеп құйып шығамыз. Енді духовкаға тағы да 5 минут пісіріп аламыз. Осындай әп-әдемі болып піседі. Пахлавамыз ауызда еритін өте дәмді болып шықты. Каналға тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздер де үйлеріңізде осы рецепт бойынша жасап, комментарияға қалай шыққанын жаза кетіңіз. Рецепт пайдалы болса, жақындарыңызға осы видеоны жіберіп бөлісіңіз.